Құрметті әріптестер, 14 және 19 желтоқсан арасында өтетін математика, информатика және физика пәндер онкүндігінің негізгі тақырыбы цифрлық технологияның тиімді пайдалана отырып студенттердің үздіксіз білім алуының кепілін анықтау. Бұл онкүндіктің алдына қойған мақсаттарының бірі компьютерлік желіні, әлеуметтік желілерді қолдана отырып студенттердің функционалдық сауаттылығын арттыру. Қашықтықтан оқыту кезінде зиялылық потенциалын, компьютерлік техниканың ерекшеліктерін тиімді пайдалану арқылы бүгінгі ұстаздардың алдына қойылған үлкен міндет студенттерге үздіксіз білім беру болып табылады. Осыған орай бірлестік мүшелері өздерінің сабақтары арқылы бүгінгі таңдағы студенттерге білім беру жүйесімен таныстырып өтеді. Өздерінің шығармашылығын шыңдай отырған әріптестеріме алдағы онкүндікте сәттілік тілеймін.